Конституция немесе ата заң, негізгі заң, осы замандағы мемлекеттіліктік аса маңызды белгісі, мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты. Қазақстан Республикасының қазіргі қызмет жүзіндегі конституциясы 1995 жылы 30 тамызда өткізілген бүкіл халықтық референдумның нәтижесінде қабылданды. Жаңа заң жүйесі қазақ халқының сол замандағы өмірлік мәселелерін барлық жағынан толықтай қамтыды. Соның нәтижесінде Тәуке ханның білік еткен тұсы қазақ хандығының барынша күшейіп, дәуірлеген кезі болып тарихта қалды. Қазақстан Республикасының қазіргі конституциясы қабылданғанға дейін Қазақстан аумағындағы жұрт мыңжылдықтар ғасырлар жүзінде әр дәуірде сан түрлі жарғыларды, конституциялар мен ережелерді, заңдарды басшылыққа алып, бағынып, өмір сүру қалпын реттеп келген болатын. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші сайланған Қазақстан жоғарғы кеңесінің 9-шы сессиясында қабылданды. Құрылымдылық жағынан ол кіріспеден 4 бөлімнен 21 тараудан 131 баптан тұрды. Конституция Қазақстан мемлекеттік егемендік алғаннан бері қабылданған көптеген құқықтық нормаларды, халықтың егемендік, мемлекеттің тәуелсіздігі, біліктің бөліну принципі, қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану, президенті мемлекет басшы деп тану, сот органдары жоғарғы, конституциялық және жоғарғы төрелік соттар және тағы да басқа. Қолданыстағы конституция қабылданғаннан бері оған 4 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 1998, 2007, 2011, 2022 жылдарында. Еліміздің ата заңы қоғамдық құндылықтың алтын арқауы және мемлекеттік бірліктің бастауы. Ата заң бізде өткенмен де, болашақпен де байланыстырып тұрған алтын арқауы іспеттес. Оның тұтас болмысынан мемлекетіміздің мерейі мен халқымыздың қалауы мен мұндалайды.